Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін Еркін Сөйле подкаст каналы. Бүгін бізде 10-шы выпуск қорқынышты историялар туралы 2,5 ай күткен подкаст міне шығып жатыр, және каждый раз біз енді регулярно шығарып тұратын боламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Көптен күткен подкаст ұзақ кетті. Бізде бүгін қонақта өздерін тастаңызшы жігіттер. Сарбала, есімім Мұхамбет, фамилиям Базарбай деп қойдым. Қойшы, Базарбай ма? Базарбай менікі де. Чоска екен. Және менің әріптесім. Менің атым Мақсат, никнеймім тоже Мақсат болды. Енді өздеріңде қорқыныш история бар шығар, бұл әнші бастан өткен. Бастан өткен қорқыныш историялар бар, жеткілікті барынша. Короче, кім бастайды? Бастағанда жарайды, бастап берейін, бірінші бала кезден бастайық онда. Бүкіл историяларды айтып берейін бе, по очереди ма? По очереди айта бер. Қайсысы сен үшін страшный болып саналынады соны? Дүйшім, былай, мен бала кезде туылған кезде андай. Дүйшім, бала кезден, былайша айтқанда өнерлі бала болдым ғой. Былай, менің фантазиямда, шарықтау шек жоқ етін, өзімнің әлемім бар еді, там фантазияға сүңгіп кететін бір әлемге түсіп кететін өзімніңші. Например, музыка тыңдаған кезде одан бөлектен музыкасыз да, например, ұйықтайтын кезде де қанша уақытта. Соның арқасында жалпы сондай креативтік деңгейге де жетіп отырмын жалпы. Бала кезде менде мынандай жағдайлар болған, андай музыкамен связано ғой, андай музыка деген ол жынның үндеуі дейді ғой негізі. И мен өзімді андай бір елден ерекше санайтын бала кезде. Өйткені менде мынандай қабілет болатын. Менің домбырадан берген ағайым бар. Білмеймін қазір қайда жоқ болып кеткен. Жалпы барабанда ойнап үйренген, фортепианода көп аспапта сөйтіп көргем, И сол ағайым айтады маған, сен слухың бешеный дейтін. И бірінші класстан бастап 4-ші классқа дейін музыка болады ғой. Сол кезде музыкаға Ерік Кукашевич деген ағайым бар, сол мен қатты жақсы көретін. Менде дауыс қатты ондай мықты болмаса да, бірақ слух өте бешеный болатын. Сол кезде менде мынандай жағдайлар болатын. Анау үй тапсырмасын беретін, бір өлең жаттап кел депші. Өлең жаттап кел деп, сол қазір загадка ғой мағанша, сол кезде ол маған нормально болып көрінсе, қазір ойланамын ғой қазір сонша. Мен ананы неде төбемде Құдай тұр, вообще жаттамайды маған өлеңші. Просто осы өлең дейтін. Анан келетін да, прикинь, сол ағайдың алдына қарай тұратын, ағай баянда ойнап бастайды, соның құлағыма біреу сыбырлайды өлеңдің сөздерін. Сөйтіп айтатын ғой. Біреу либо сол баян аспап бар ғой, сол сыбырлайтын. Прям сол өлеңнің анау сөздерін еститін ғой мен ойнаған кезде. Қазір енді жүріп ойланамын ғой, қазір ол қалай сонда? Мысалы, миға қонымсыз нәрсе ғой. Не нәрсе сонда естіліп барады? Қандай сөздер естіледі? Мысалы, бір, например, Атамекен деген өлеңді алайық, мысалға ше. Соны баянда ойнайтын, и ана сөздер мен құлағыма келетін ғой, соны естіп отыратын. Мұның төбемде Құдай тұр ғой, қазір сол маған загадка болып қалады, мысалшы, қазір соны жүріп ойланамын мен, мысалы. Бірақ кейбір жағдайларда оны мақтанышпен айтамын, мына жақта қорқынышты қылып айтып жатырмын ғой, бірақ онандай, білмеймін, өзіме енді бір андай бір ерекше бірдеңе сияқты көрінді ғой. Анау баян либо біреу келіп құлағыма сыбырлағандай болатын еді, анау кәдімгі миым тез қабылдап отыратын да, сол өлеңді айтып отыратын мен. Бірақ бұрында андай біреулерге айтсам жынтсың ба деген сияқты қарайтын сол кезде ше. Қуасың ба деп па. Сенбейді, көп адам сенбейді, өзінің басына келген кезде сенеді ғой негізі. Менде де сондай история болған. Вот до этого ешкімге сенбейтін. Бір кезде жутя история ғой. До того жутя да, достарыма айтуды қорқатын. Тұрып андай достарым бар, которые прям читать етеді, алмаушы. Оларға делиться ететін не үшін қорқатын, потому что ол история менімен связанный да. Ойла қалмасын ештеңе депші, И бірінші рет осыны, осы жақта айтайын деп отырмын. Балалармен, қыдырып алмау, үйге барамын, после гулянки, типа. Шаршап барам үйге. Үйге келсем үйде ешкім жоқ, И тұрып, ұйыта қалдым просто. Свет өшірді. Менде андай ғой, біреулер андай светін қосып өшеді. Менде полный ғой, домда светін бәрін өшіремде ұйықта қалам, До того андай шаршап кеттім да. Ұйықтап жатам. Моментте, сонный паралич па, сондай бірдеңке ұстаймын ғой. Андай ғой, я в сознании бәрін түсініп тұрмын. Андай жатырмын да, и понимаю, что я у себя дома лежу, света нету. Я просыпаюсь, андай тұрғым келеді, тұрайын десем, біреу айғайлайды ғой. Деп, айғайлайды, прикинь, басында қорқып кеткенсің ғой. Прям андай ше,
просто айғайламайды, прям ондай жутя голоспен ғой, прям деп айғайлайды, короче. Мен одан қорқып тұрайын десем, анау еще қаттырақ айғайлайды. Еще андай токпен как будто мына жағынан былай кіріп жатқан сияқты айғайлайды. Тұрып ойнап деп айғайлай бастайды. Мен сердце биением салам алейкум, короче. Тух деп. Негізі жыңғыр кетеді дейді осындай кезде де сол бүйтіп сезіп Құдай сақтасын, радио айтпай ақ қой ондайды. Мен бір дос балам Құдай сақтасын, брат, айтпай ақ қой. Сол үшін айтпайын дедім осындай. Иламан деген дос балам бар, короче. Сол тура осындай жағдай, брат, соны полисқа түсіп кеткенде и общем аяғын или түсінде ма, короче, или шын өмірде ма ұмытып қалдым, короче. Бірақ андай өзі дінге жақын бала ғой, короче. Бірақ сондай жын анау дегендерді көп көреді, короче. Өзім андай общем қатты ақылды бала ғой, мудрышы, короче. Аяғына жын кіріп кеткен бейт, ұстап қалып бейт, шақ деп айқайлаған, короче, прикинь, ана прям сезген ғой соны. Ұйықтап отқан кезде ма? Иә, ұйықтап отқан. Дос 11-ші сыныпқа дейін вообще бастырылмаған ғой менше. Мен армандайтынмын ғой, прям бастырылды. Дос балаларым. Мен бастырып көрмедім бірақ менде. Сол андай 11-ші сыныпқа дейін армандап дос балаларым прям андай айтқан кезде қызығып шандай. Мен дато андай ғой, ештеңеден қорықпайтынмын ғой. Бұрында шандай. Ана, квестке баратынбыз, вообще қорықпайтынмын андай. Түсінетін аниматорлар екенші, әрі-бері ондай. Бүйтіп бірдеңе көрсем де бүйтіп не істемейтін деп. 11-ші сыныптан осы Алматыға келдім ғой жалпы. Сол кезден бастап сондай нәрселер басыла бастады ғой. Мен, короче, 11-ші сыныпта общем не істеп біткен соң ауылға бардым ғой. Сол ауылға барған кезде, короче, залда жалғыз өзім жатқан кезде сол жақта бірінші рет бастырылдым, короче. Бір дауыстар естідім, короче. Менде бала кезде андай защитная реакция срабатывает дейтін, короче. Например, біреуде болған болса білетін шығар андай. Қорқынышты бір дыбыс естісең андай, наоборот, оны қорқытам деп ойлап андай қорқыныш киноларда болды, оған в ответ жүріп кетесің, короче, сол жаққа қарашы. Тура сондай бірдеңе срабатывает ететін менде ше, бала кезден бері, короче. Сондай болған, короче. И мен ана жақта өшім залда жатырмын ғой, короче. Андай, одан бұрын бір жағдай болды да, короче, сосын әжем ұрсып екінші күн жатқызып тастайды ғой, короче. Қуасың ба, сен баланы оқыту керек, астафыралла, бір бәле. Айтып берем, сенбейді. Ол жағдайды кейін айтып берем ғой. Сол не жағдай болғанша. Ана жаққа қарай жатам, прикинь. И ұйықтап жатқан кезде бүйтіп көзімді ашамын ғой. Андай, что-то дене қозғалмайды да, короче. Бір түрлі сезім андай бүйтіп кішкене бір қалай айтсам болады андай. Бірдеңе ілініп алған сияқтымын да, как будто бір қатып алған сияқты ма, короче. Енді сондай чувствомен сравнивать ете аламын да, примерно ше. Бүйтіп ашам и бір кезде прикинь, общем, мына жағымда терезе тұр ғой, соны көріп тұрмын ғой. Сол жақтан бір қап-қара бірдеңе бүйтіп өрмелеп келе жатыр ғой, прикинь. Андай маған дос балаларым айтатын еді, олардікі ондай қатты қорқынышты емес еді. Олар силуэт көретін, кейбіреулер көрмейтін, әшейін бастырып бір дауыстар еститін, короче. Анау менің фантазиям сондай шарықтау шегіма, короче. Сондай бір бәлен көремін ғой, прикинь. Анау бүйтіп потолокта бүйтіп не істеп бүйтіп тұрып алған кезде қоямын ғой ана жерде ше. Сондай жағдай болады, короче. Бірінші подкастта білесің ба, бастырылу туралы айтып едім ғой, өзім басыма өткен. Сен де примерно сондай болып тұр ғой, брат. Сен айтып отырсың, айқайлайды деп. Мені құлағым түбіне келіп айқайлаған мына жерге, осы жерге келіп айқайлаған. Коридормен жүгіріп жүрді, ары-бері. Бір кез тыныштық болады, үйдің есігін бір теуіп шығып кетеді да. Мен жатырмын, кәдімгідей былай, тоже сондай паралич, ештеңе сезбеймін, короче, залда жатырмын. И в какой-то момент бүйтіп жүгіріп келеді да, кәдімгідей құлақтың түбіне келеді да, шыңғыра бастайды, короче. Шыңғырғанда не істейді, боқтайды ғой маған. Тор деп, деп, короче. Жутя ғой ема. Сосын еще сыбырлағанда негіз қатты қорқынышты дейді. Еще андай сезесің ғой, типа. Сендер намаз оқисыңдар ма? Бұрын оқығанмын, мен медреседе оқығанмын, қазір. Намаз оқып кеттік қой. Өзім намаз оқуды білмеймін, бірақ мен достарыммен типа олар оқиды, мен қастарында тұрамын, былай. Қайталап тұрасың. Потихоньку үйреніп отырмын. Дұрыс. Сен намаз оқыған моменттерде не болмай ма, андай бірдеңе тұрған сияқты болып, артыңда, жаныңда. Мен шыны керек ондай ешкімнен ештеңеден қорықпаған соң менде ондай болмаған қандай шығып. Шынында жоқ қол нәрсе түсіп саған ғой. Адам ойламайды да. Маған короче страх жоқ та ол жігітте. Андай дос балалар, қараң көршілер, анау мынау бүйтпейді. Кішкентай кезде андай внимание жетіспей бірдеңе істейтін еді ғой. Маған натуре етім, похуй етім ғой кәдімгіше. Бірақ бірдеңе шыға ма андай. Мен кішкентай кезімде бар ғой бір 5-6 жасымда андай кәдімгі страшилка, зомби фильм, анау мынау көре беретін едің, короче. Сондай көріп жататын ғой. Сонымен страх кетіп қалған ғой. Мен ананы не страшно еді ол мағанша. Андай бір скример болмаса бүйтіп резко атып шығатын ше. А так вообще страшно. Сол үшін дымнан қорықпайтын едім ғой. Дос балаларым өздері айтатын, дымнан қорықпайтын ау деп ше. Осы жақыннан бастап қорқа бастадым ғой. Қорқа бастадым дегенде Құдай сақтасын енді. Вообще негізі қорықпау керек олар. Типа естігем, типа бірақ сенесіңдер ма, тылсым ғой?
тылсым бар ғой эми. Тылсым деген не? Тылсым дүние типа паранормальное явление. Андай мен Полтергейст. оны естігем, типа если сен сондайға сенсең, сондай көрінеді деп. жоқ, типа тылсым ол типа Это ши ма? Иә, полтергейст. Соған сенсең, значит сен неге де сенесің ғой, типа это же все связано же, типа. Түсіндіңдер ма? Оларға сенсең неге сенесің? Ну типа религия, вот религия бар. Дұрыс қой, екеуіне де сену керек қой. Иә, екеуіне де сен біреуіне сенсең, бәріне сенесің, типа. Андай сондай үшінші әлем бар дейді ғой, солардың жындардың әлемі бізге қарағанда дамып кеткен дейді, цивилизованный дейді, короче ше, жындар ше. Біз көре алмаймыз ғой, біз адамның көзінде перде бар ғой негізі. Жарық қылған ғой, соны көре алмаймыз. Мә сол перде дегенде не ғой, жутя ғой кәдімгі. Иә, ол адам особенно. өліп баратқан кезде пердесі ашылады екен ғой, миллисекундқа. Миллисекундқа пердесі ашылады, бүкіл нәрсені көреді екенсің да, кетіп қалады екенсің сол жерде. Бұл біріңде оған фук етіп өте кетеді ғой. Біреулер шыңғырып қайтыс болады, біреулер күліп қайтыс болады дейді ғой. Біреулер просто кетіп қалады бүйтіп жатып. Просто кейбіреулер бүйтіп жатады екен да, болды ғой, осылай жатып кете береді екен ғой. Анда бүйтіп көтерілмейді, осылай жатады дейді болды. Бүйтіп андай Көз ашық қалып бас көтеріп қайтыс болмай ма көбісі бүйтіп. кеудесі көтеріліп кетеді былай. Кейбіреулер шыңғырып қорқып деп солай қайтыс болады. Ана көбінесе қайтыс болған кезде видеоларын көресің ғой, бүйтіп көбінесе бүйтіп қайтыс болды екен, бүйтіп төбеге қарай ма бір бәле болады бүйтіп. Как будто ұшып біреу келген сияқты. Жан іздейді. белден жоғары шығып кетеді ғой. Нақты айтылмаған ауыздан либо көкіректен деп ше. Белден жоғары шығып кетеді. Сол өзі өсіп көкірекке қалып қалады, несі кетіп қалады екен адам деген. Анау жаңағы құлағына келіп біреу айқайлады деген сияқты бар ғой. Сондай бір немде болған, короче. Бір дос баламда болған, бірақ оның құлағына келіп мен жайлы сыбырлаған ғой, короче. Сен жайлы? Ана дос балам тышып болған ғой, короче, прикинь. Сен жайлы айтқан ба? 2 апта қашып жүрді ғой менен. Арнұр деген райондағы дос балам, короче. Ну, мынандай жағдай болған ғой, андай, өшім, ондай нәрсені айтуға болмайды, по идее ше, енді апасыны ғой, короче. Ну, бар етін сондай біздің районда бір дуаға жақын бір адам бар етін, короче. Соны обсуждать етіп жүретінбіз, анау Арнұр деген дос балам екеуміз ше. Енді көре алмаушылық деген бар, короче. Андай завидовать ету деген бар, короче. И сонымен бір күні анау жатып қалған неге түсіп қалған, короче. Анау ақырындап келгенде бүйтіп құлағына келгенде сыбырлаған ғой анан, короче. Менің атымды айтқан, сосын сол дуаға жақын кісінің атын айтқан ғой, короче. Сонда сен туралы жаман нәрсе айтқан ғой оған? Жоқ, жаман нәрсе емес, білмеймін, атымды айтқанда бірдеңе оқыған ба, короче, тез сөйлеген дейді, короче. Содан қорқып қалған ғой? Содан қорқып қалған, короче, анау. Дуа деген жаман ғой негізі. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, ондай нәрсе, Алла сақтасын. Бізде енді бір кісі болатын, жолда, коллегам же. Коллегам болатын, ол кісі жұмыс істеп жүрген, біз бір оқиға айтып берді маған. Андай ғой, фельдшер ғой ол кісі тоже. Сонымен бір үйге, кезінде болған әңгіме ғой, бір үйге звонок түседі. То есть үйден неге фельдшерге звонок түседі, осылай деп ше. Ауырып жатыр деп бір қыз бала, 27 жастағы қыз бала дейді. Қала шетінде орналасқан ғой үй ше. Сонымен ана үйге барады да, сонымен жаңағы үйге түскен келін екен да, енесімен келін тұрады, екеуі тұрады. Екеуі вахтовый жұмысқа кеткен ғой, енесі екеуі алған ғой. Сонымен келіні ауырып жатыр да. Кіріп бір сарай көреді, ол сарайға кіріп басы кірме деп айтқан ғой. Негізі жаңа түскен келін, короче, енесі қаталдау болған, айтқан ғой. Мына жерде сарай бар, оған кірме вообще деп ескерткен ғой. Ескерткен. Ана әйел тұрғанда енді әйел адам қызығады ғой любой нәрсеге. Андай білгісі келіп тұрады ғой. Басына жарайды деген бастапқы айларда. Сонымен ана жерден бір дауыс шығады дейді, жібер деген деп ше. Только естіледі дейді. Сонымен қызығып кеткен ғой ана әйел ше, не бар екен ада деп ше. Енесі кетіп қалады, неге кетіп қалады, атын еді, базар кетіп қалады. Базар кетіп қалады екен. Базар? Иә, базар кетіп қалады енді. Анау келін үйде жалғыз қалады. Ана жақтан дауыс шығады дейді да енді. Енді барып көргісі келіп тұрды енді, өліп бара жатыр енді, іші жанып ше. Барады, сығалайды ғой ана жерінше. Сығалаған кезде бір аппақ көлік киіп алып, бір әйел отыр дейді да. Ана жібер деген секілді деп ше. Ана көзіме елестеген шығар деп қашады. Үйіне барып қашып отырған кезде, сонымен енесі түсінді да, көргенін жананша түсінді да, уже қорқап андай дірілдеп андай істеп жатыр да. Сонымен тұрды, сен ештеңе байқамадың ба деген ғой. Енесі тұрып та. Жоқ, мама, ештеңе байқамадым деген ғой. Сонымен тұрып. Жарайды онда деп тамақ істе деген, нан еле деген, нан елеткен, короче, нан елет ана мынау істеді екен де. Сонымен кешке ұйықтайды ғой. Кешке ұйықтаған кезде анау түсіне біреу кіреді дейді. Кіре береді дейді да, түсіне түсінбейді дейді да. Сонымен 1-2 күн өтеді, 2 күн өткеннен кейін
ана кемпір жаңағы енесі бар ғой, ана ағаш, үйдің сыртында ағаш бар да, сол ағаштың түбіне барып свеча қояды да, тауық бар ғой, тауықты сойып қасында орамал болады да, сол орамал қан жағып жатыр дейді ше. Ненің орамалы? Сол келіннің орамалы ма? Келіннің орамалы. Ема. Прикинь, прикинь, түнгі 3-те сол оянады дейді да, анау ше, оянып соны көреді оны, анау көреді да, қорқып жатып қалады да, и ұйықтап қалады сол кезде, қорқып ше енесінен ше, анау жаңа қанды былғап жатыр да, топырақпен ше. Сонымен таң түсіне бір әйел сол орамалды таққан, жаңа ақ көйлекті ше, ақ көйлек болғанда үйлену көйлегі болады, түсінсің бе? Үйлену көйлегін киіп алады да, сол орамал тағып қызға айтады ғой, мен де келін болғам сен секілді дейді ғой, бұл кісі мені тірідей көмді дейді ғой. Сол кезде ана жігіт 2 рет үйленген екен, ана екінші әйел екен, ол екінші әйел екен білмейді екен. Сонымен тұрады да, таңертең оянады ғой, таңертең оянса жаңағы орамал қасында тұру керек. Енесі келіп тастаған ғой. Сонымен тұрады да, енесі айтқан ғой, мен саған айттым ғой, көрме деп дейді. Енді мына орамал тақпасаң деген ғой. Анау білмейді да, істегісі келмейді, бірақ амал жоқтан істеп тұр да. Қорқып тұр ғой енесі. Істейді да, істеп кеткен екен, прикинь, айтады ғой, нан еле деген ғой. Барып нан еткізе берген білмейше, қамыр елеткізе берген ғой. Сонымен жаңа кісі барған ғой, фельдшер ағаш барған кісі ауырып жатқан еді дейін сол. Сонымен нан еле деп айтқан ғой, тұрып барып елеген кезде енді апам мамамен сөйлесіп отқан ғой. Мамамен сөйлесіп отқан кезде, енесімен сөйлесіп отқан кезде нан елеп жатқан дауыс шығады дейді. Өтіп бара жатқан кухнядан, өтіп бара жатқан кезде қыз тұр дейді да, көлеңке илеп жатыр дейді, короче. Көлеңкесі илеп жатыр. Қыз просто тұрма былай? Қыз тұрған ғой. Көлеңкесі илеп жатыр. Көлеңкесі, қамырға көлеңкесі тұр бүйтті. Көлеңке илеп жатыр дейді ол. Наш номерде болған ғой? Сөйтіп айтады дейді. Соны көрдім да қаштым дейді ана кісі, ема деп. Оказывается, ол енесі негізі жап-жақсы кісі болған. Сол жаңағы өліп кеткен қыз бар ғой. Жаңағы түсіне келген қыз. Сол бірінші дуалаған ғой енесі, түсінсің бе? Енесі содан қуып кетті. Енесін дуалағанда, ана енесі тұрғанда ананы өлтірген, короче. Бірден өлтіріп, ана дуа өзіне бүйтіп обратно кіріп кеткен ғой. Сөйтіп барғанда ана қызға барып, ана қыз, короче, не істеген ғой, дуалап істеген ғой негізі. Көп сиқыршылар айтады ғой, білесіңдер ме? Жасатып атасың ғой, мысалы. Көбісі бүйтіп жасатады ғой, апарып сиқыршыға. Сол кезде айтады ғой, сен уверенсің ба деп сұрайды ғой, анау иә деп жауап берді да. И ол ескертеді, сен қайтарға жол жоқ, қазір сен істейсің, қайтара алмайсың оны дейді. Сөйтіп ескертеді сиқыршылар негізі. И соны ана тупой адам біліп тұрады да. И соған согласие береді да. И істетіп алады да, бір аптадан кейін зардабын шеге бастаған анаған жүгіреді да, ойбай атмена деп ше. Ал оны қайтара алмайды, уже қайтатын жол жоқ. Ол қатты былай үлкен дуалар жасалынады ғой, прям мықты шешілмейтін, вот оларға уже қайтарға жол жоқ, вообще жоқ. Сондай бір история болған бізде. Бізде деге қорқыныш сол болып жүр ғой, короче. Біз не істеп, боқтап контент түсіріп жүрік қой. Содан кейін маған ауылдағылар хабарласады, короче. Типа, үлкен кісілер қарғап жатыр сені. Анау боқтап контент түсіріп жүрсің, бір бөле енді ақырындап тоқтатып отырық қой, құдай қаласа ше. Бірақ по-любому страх қой. Біреу арасына отырып біреу дуалап жүрсе ойлаймын, мысалы ше. Тіл көз деген де бар. Тіл көз деген бар. Тіл көз деген ема. Қарап көз өтіп кетеді, ауырып қаласың. Ол бар, обязательно бар оны. Күп тегізеді ғой тіл көз деген. Бізге тиді, маған тиді. Бізге әдемі тиген тіл көз деген. Біз осы подкаст түсіріп келе жатқанбыз, жігітшен андай ұрып жатқанбыз енді ше. Сонымен бір моментте, короче, білмеймін, екеуміз ше. Жоқ болып кетеміз да, короче, жұмыста қарап аласық біледі. Сонымен біреулерден тиді-ау дедім ше. Қуып кетеміз екеуміз де ше. Енді ондай емес, көтере алмай қаламыз, просто енді натуре андай бір деңгейлерді сезіндік. Мен өзім сезінбейтін адам ғой негізі, көрді көп. Мен что-то қорқа бастайсың бірдеңе. Сонымен пока 2 айға сол үшін жоқ болып кеткен негізі. 2 ай жоқ болып, мен операцияға түсіп қалдым. Операцияға түсіп қалды. Мен өзім жұмыстарыммен кетіп қалдым. Солай болып кетті ғой. Екеумізде де примерно сондай жағдай болды ғой. Мен бұған айттым, бірақ бұл қорқады. Айтпа олай, көз тиді деп ше. Бізде де примерно сондай болды. Ақшаны тауып бастадық, плотно ше, конкретносын айтқанда. Андай нормаль, былайша айтқанда пик кезіміз болды, көреді ше. Не, прайм, прям қандай блогер алдық, мұнаны хит қылдырып жібердік, бүйттік, сөйттік, шоуымыз 300 мыңға кіріп кетті. Спонсорлар, реклама, өшім, қауіптап жатыр еді ғой, кәдімгі таңдап алатын қой арасынан ше. Сөйтіп бір күні өшім, творческий кризис басталды бізде ше. Уже ой жоқ болып бастады, короче, андай прям. Түнде ұйықтай алмаймыз, ұйықтаймыз, обедте оянамыз, короче ше. Андай желание жоқ ештеңе, өлімсіреп келеміз, короче, съемкаға. Не істейміз, біреудің идеясын ала салайық та, примерно повын деп ше, соған өзіміз сюжет құра саламыз деп. Импровизация ғой бізде барлық жерде ше.
сонымен алып ол да болмайды быт шыт сөйтіп жүрдік. Сосын Дубайға барып демалып келейік дедік, короче. Ол жаққа барып демалып келдік та, и содан кейін, короче, бүкіл наперекосяк кете бастады ғой, мына екеумізде ше. Ну, қазір құдайға шүкір профильға видеолар былай-былай кіреді ше. Ну, кіріп жатыр қазір ше. Бір проекттерде былай-былай кіріп жатыр енді. Ол по-любому мен Джеймс Хон өзіміз қинап болсын түсіріп жатырық та қазір ше. И бір күні сол Дубайдан келген соң, короче, мынау 4 күн ауырады. Содан кейін тұрамын да, мен бұған, короче, айтамын ғой, сен неме қатын құсап жүрсейші, нормально. Мен кезінде ауырсам да жүре беретін, съемкалар келе беретін деп ше. Сөйтіп сен түсінбей тұрсың пока деп ауырады. Енді ровно жазылған кезде тұрам, мен ауырамын ғой, короче. Сөйтіп мен де Вообще мынау менен қаттырақ ауырып кетеді ғой, ема. 8 күн ба съемка жоқ қой, прикиньте. Вообще съемка жоқ. Өзім қинап ауырып тұрып түсірем, кірмейді ол сандай. Ну, энергия, креатив қой ең керек нәрсе ше. Ну, сол тіл көз деген ең жаман нәрсе. Өйткені, ну, енді по-любому андай, мен бұдан бұрын бар ғой, например, кәсіппен алсын, бүйтім сөйтім, бірақ енді былайша айтқанда блогерство деген бұл өзіміздің жұмысты обесценивать етпейміз, енді қатты қиын ақша емес қой. Қолың кір болмайды да конкретно ше. Өзіңнің өнерің үшін табасың да, творчествоң үшін сөйтіп ақша табасың. Иә, тоже сондай да, бірақ андай сонымен понт қуалап кеттік қой, былайша айтқанда ше, ақша түседі, адамдардың көздері түседі оған қарап ше. Барасың бір жаққа барып дос балармен отырып ақшаны шашып жібере саласың, короче ше. Сөйтіп олар да қызыға басады, мә досым сен сияқты блогер болғым келіп жүр, блогер бол. Ол да бет қызығушылықтың өзі тіл көз дейді ғой негізі ше. Енді сондай жағдай, әлі де сондай жағдайдамыз ғой қазір. Біреу көре алмай қарайды, біреу қызғандыққа көре алмайды. деген әңгіме ғой. Сол жағдай болған кезде Астанада сол кризис болып бастады ғой біз. Астанада болған кезде үшін Астанада еще более-менее болды негізі. Үйдегілер мені үшін имамға барып оқытқызады ғой. Мен күлем ана жақта отырып, прикинь. Күлем? Иә. Өзіңмен өзің. Күлкім келіп кетеді просто. Тыңдап отырмын да күлкім келіп кеткен ғой, ананы естіп отырып ше. Құдай сақтасын. Енді Құдай сақтасын, ана үшін имам отыр ана жақта. Енді қасымда дос балам отқан соң ба білмеймін. Отырмын дос балама бір қараймын, бүйтіп алдыма бір қараймын, ішімде жаман сезім, өзім ауыр сезініп тұрмын ғой, короче, бүйтіп. Как будто бір вес қосылып кеткен сияқты ғой. Да үшін бір сүрені оқып жатыр, короче, анау қари ғой, кәдімгі мықты қари. Құранды бүкіл жаттап алған, кәдімгі неде ілім алады, арабияшы, короче. Сол қари кісі біздің районда. Кәдімгі оқып жатыр, бір кезде сүф деп бетіме үрлей бастаған кезде, кәдімгі күлкімге өзімді әрең ұстап отырмын ғой, короче. Шыққан соң ойланып қаламын ғой, мен точно нормально барлығы менде деп ше. Намаз оқыған кезде бүйтіп қозғала беретін болып кеткенмін, короче. Андай жұмаға бірдеңеге барасың ғой, аяғым қышиды, нем қышиды, короче. Сондай мешать етіп тұрады, короче, бірдеңелер саған. Ауыр болып тұрасың. Бұрында ондай ештеңе жоқ еді ғой өмірде ше. Осы контент түсіріп бастадық, как ақша тауып бастадық, сол кезден бастап басталды ғой. Жолымыз жабыла бастады. Біздің бір крупный спонсор ауырып қалды да атаушы, короче. Біреудің сөзі жаман, біреудің көзі жаман. Енді көбісінің көзі тие бермейді ғой. Қандай күшті деп айтады да, бірақ көзі тимей қалады да. Көзі жамандардың көзі жестко тиеді ғой, кәдімгідей. Екі история бар. Екеуін бір нормальный уақытқа сыйдырып айтып берейін. Бірінші история, как перекус сияқты кетсін. Әпшенің басынан өткен история бұл. 86 жылы Жетісай қаласында колледж болған. КПТУ ма, сондай бір. КПТУ ма, ұмытып тұрмын. КПТСУ ма, сондай бірдеңе. Сонымен 86 жылы әпшем сол жерге жас кезі ғой енді. Пол жуушы болып кіреді жұмысқа. И ол жерде тоже жүрген сияқты да, актерский нелері бар, тоже аудиториясы ше. И бір не бар, короче, дәу актовый зал бар. Актовый залда жаңа сахна ғой енді. Сахнаның былай көтерілген жерінде, сахнаның бұрышында всегда білесіңдер ғой, пианино тұрады. Любой концертный залда пианино тұрады. Біреуінде бар, біреуінде жоқ. Сонымен пианино тұрады. Яңдай да түнде енді пол жуады ғой, түнде бақчөрші бар жаңағыдай, сол жақта қонады әпшемше. Енді Жетісай қаласында негізі үй Шымкент жақта. Жетісай қаласына барып, сол жерде сол колледждің ішінде қонады да, қонатын жері бар. Сонымен пол жуып жүрмей ма түнде? Сөйтсе, короче, пианино ойнайды ол өзімен өзі. Актовый залда пианино ойнайды өзімен өзі. Кәдімгідей өлең шығып жатыр анадан. Андай қалай болса солай емес, кәдімгідей өлеңмен ойнап жатыр да. Анау түсініксіз жағдай, коридорда пол жуып жүреді да, кіруге қорқады актовый залға. Кіруге қорқады. Соны бір күн өтеді. Қорқып кетеді ғой, бір күн өтеді, екінші күні тоже самый, короче, пианино ойнайды өзімен өзі. Тоже кіруге қорқады. Сол күні барады да вахтершіге барып айтады, осындай нәрсе болып жатыр, короче, төбеде естіп жатқан жоқсыз ба дейді. Сосын ол кісі тұрады да айтады, естіп отырмын. Кім ол дейді ғой, енді біреу түнде келіп ойнай ма, тренировка істей ма, мен қорқып жатырмын дейді. Сөйтсе, жоқ, бізден екеумізден басқа ешкім жоқ дейді ғой, жалпы ше. Неде аудитория деп ғой жаңағы
актовый залда. Сонымен жаңағы әпшем қорқып кетеді да, ол не енді деп сұрайды ғой, сіз как будто спокойно сөйлесіп отырсыз ғой менімен. Жаңағыдай, не ол, сіз бұрыннан бері жұмыс істеп жатсыз, осындай нәрсе еститін бе едіңіз десе, мен естіп жатқаным уже пәленбай жыл болды деп ше. Бұл жерде сол пианиноның иесі, жаңағыдай, иесі бар. Сол пианинода всегда ойнаған, сол пианино сахнада тұрған сол кісінің несі сондай бір. Негізі сол кісі, сол пианиноның иесі ғой, короче, жалпы айтқанда. Сол всегда түнде келіп, осындай уақытта келіп ойнайды деген. Оған мешайт етпей қой, кіріп актовый залды жуып жүре бер деген. Сонымен де содан кішкене страх кеткен ғой ана кісіде, бопты енді переживать етпейді, ол тиіспейді, бәрі тиіспей ма деп бәрін сұрап алған, тиіспейді деген. Сонымен үшінші күн актовый залға кіреді ғой, пол жууға ше, түнде. Тез жуып шығайыншы, мына ойнамай тұрғандай деп кіреді, есік жабады, сахнаға шыға берісті, пианино ойнайды, дөң. Сахнада тұр ғой, әпшем бүйтіп швабра ұстап алған, алдында пианино ойнапты, бірақ ешкім жоқ. Ана кнопкалар бар ғой пианиноның, өзімен өзі былай кәне басылып жатқан. Реально болған бұл история. Ана кісі уже енді бүйтіп швабраға жабысып тұрып қалған ғой, не істерін білмей. Сол күйі жаймен артқа бүйтіп жүргенде, артпен сахнадан түскенде, орындықтарға соғылып, есіктен шығып, есік жапқанда қайтып кірмеймін дегенде жұмыстан шығып кеткен ғой сол жерден. Енді анау негізі мен естіген бір актер бар, кім не деп ойнаған. Ана дәстүр фильміндегі ше, бандиттің рөлін ойнайтын. Қызды зорлап кетеді ғой. Сол актер есімі кім еді? Білмейсіңдер ма? Сол актер Жүргенівте оқыған ғой. Сол ана бір подкастта айтып жатыр да жаңағындай. Жүргенівте қонам ғой мен дейді да. Жүргенівте қонам. И жатқан кезде түнде жаңағындай аудиторияда бір өзім жатам, сол универдің ішінде астында вахтерші жатады, и мына жақтарда, короче, кабинеттерде, аудиторияларда домбыра, пианино, сондай не бар ғой, андай гармошка ше, сондайлар бүйтіп созылып, қайтып бүйтіп керілген кезде андай дауыстардан ұйықтау мүмкін емес деп ше. Сол подкасты бар, если что, ютубта. Сондай болған. Сосын екінші история бар. Екінші история мен нағашым басынан өткен. Оны мен неде тиктокта прямойда айтқан, бірақ 50 ма сондай адам көрді оны ше. Сонымен мынандай история, короче. Нағаш ағам таңертең оянады ұйқысынан. Ол кезде кішкентай мектепте оқиды. Қазір уже әйел бала шағасы бар. Сонымен ауылда, сол Шымкент жақта. Сондағы ұйқысынан оянып тұрған кезде, бір 8-ші класс па сондай ғой. Сағатқа қараса, сағатта, короче, сағат 8 деп көрсетіп тұрған. Ал сабақ негізі сағат 8-де басталады. Сонымен мен кешігіп жатырмын дегенде анау-мынаның бәрін жеген, ішкен, шайдың бәрін сөйтіп үйден шығып кетіп қалған. Сондағы сынау ғой. Мен тұрсам дейді, үйдегінің бәрі ұйықтап жатыр, сағат 8. И оны ойланбағанда, типа, не үшін тұрмай жатыр, сағат 8 болып кетті ғой деп. На самом деле 6-5-терде уже тұрып алатын ол кісілер. Жиналғанда далаға шықса, дала қараңғы. Әлі. Сонымен әлі енді таң атып келе жатыр ғой деген оймен, самовнушениемен кете берген, короче, мостпен жүгіріп мектеп жаққа қарай. Сонымен мектепке барған, мектептің есігі кішкене ашық тұр дейді да. Бірақ мектептің ішінде ешкім жоқ, короче, кірген мектепке. И андайда барлық кабинеттер жабық, мектептің іші пустой, короче, андай болады ғой, холодный цветпен ше. Енді таң атып келе жатқан кезде қараңғылау болып тұрады ғой ше. Мектептің іші мынандай, мен өзім кіріп көргем сол мектепке. Есіктен кіресің, кірген моментте ұзын коридор кетеді. Ең соңғы жағында, коридордың ең соңында мына бетінде спорт залға кіретін жер тұрады. Короче, Г-образный ғой мектеп мынандай. Наяғы спорт зал, мына жақ коридор, наяғы аудитория. Аудиториялардың есігін бәрін ашып шығады. Ешкім жоқ, парталарды көтеріп тастаған барлығы, столдарды көтеріп тастаған. Мұғалім жоқ, директор келмеген. Бірақ мектептің есігі каким-то образом ашық тұр. До конца коридорға дейін барған кезде енді іштен таппаған ғой, спорт залды бүйтіп тартса ашылмайды дейді спорт залдың іші. Айналып бұрылғанда қайта берейін, может бүгін выходной шығар, может дұрыс көрмеген шығармын деп до конца коридормен выходқа баратқан кезде кішкентай жылаған әлдейдің баланың дауысы шығады ғой. Спорт залдан шығады еще. Ана эхомен естіледі ғой, білесіңдер ма? Тура солай баланың жылаған дауысы шығады. Яно бүйтіп есікке жақындай бергенде тұрып қалғанда бүйтіп артқа қараған. Сонымен ойлаған енді пол жуушы баласымен келген ба деген сияқты ше. Сонымен барғанда спорт залдың мынандай несі болған, ашатын кілті бар ғой. Сол жер тесік қой енді, шелді. Содан бүйтіп қараған ғой. Қараса дейді, короче, көрсетейін ба. Бұлай аяғын осылай ұстап алған дейді да. Біреу ше, осылай арқамен жерде жатыр дейді, короче. Қып-қызыл бірдеңе, қортық, короче, әу семіз ше. И міне жерінде, короче, осын былай емес, кинодағыдай емес, осындай ғана мүйіз шығып тұрған.
короче шығы ғой, короче түсініп тұрсыңдар ғой, сондай бірдеңе бүйтіп теңселіп күліп жатыр дейді да, шексіле сағат. Но жылаған баланың дауысы шығып жатыр. Анау на самом деле күліп жатыр. Жатып алып бүйтіп аяғын құшақтап алған, аха деп айналып, еще былай істесе мақұл ғой, былай істеп жатыр, еще былай айналып жатыр ана жерде жатып алып. Брейкдаун сөйлеп жатқан сияқты ше. Анау ананы көрген да тесіліп сол жерге қадалып қалған ғой. И момент такой, что ана бүйтіп билеп жатқанда резко бүйтіп тоқтап қалған ғой. Ана қарап тұрған сезіп тұрған да. Анау бүйтіп қарап тұрған нағашағам. Ана тоқтап қалған былай. Сөйткенде резко былай еңбектеп қарағанда ана неге глазокқа ше, жаңа шелге. И бүйтіп келе жатқан кезде анау бұрылғанда ұшқан ғой мектептен. Мектептен шыққанда мостпен үйге қарай жүгірген. Мектептің есігі ашық қалып кеткен, жаппаған. Баратса енді апайлар, ағайлар келе жатыр дейді да, бүйтіп мектеп жаққа. Қайқа баратсың деп. Бармай мектепке деген ғой. Жылап келе жатыр ғой ананың бәрін көріп. Үйге барғанда жатып ұйықтап қалған. Ондайлардан қорқуға болмайды дейді ғой. Анандайдан қорықпау деген енді білмеймін. Еңбектеп жүгіріп келе жатқан кезде саған қарай. Менде айта берейін ба? В общем, короче, посвящение ғой, универдің бірінші күні, короче. Негізі употребление ештеңе болмайтын шығар, деп қойдым. В общем, мынандай жағдай, короче, енді бала қателік қой енді, в общем, мен 2 рет қанақ ішкенмін, в общем, неде соңғы қоңырауда, короче, и одан кейін барып арасын ұзатпай ғой, короче, бір 3 ай ғой. Сол универ басталды, сосын посвящениеде, короче. Иә, сол. В общем, қымыздатып алғам, короче, маспын ғой, короче, қатты маспын, әрі беріп посвящение өтіп жатыр ғой, короче. Сөйтіп, бір қыз шығарып салуым керек болған мен. Сөйтіп, в общем, ана жақта незе кезде, в общем, военный кісілер тұрды ма, бір бәле болды біздің универде, алдыңғы жылы ма төбелес болған ғой, посвящение плотный. Кәм тексеріп тұр әрқайсысын ше. И біз солардан қорқып темекіні тығып кеткенбіз ғой, бірақ маспыз ғой, кіріп кетті оған бәрібір де. Бірақ темекілер тығып кеткенбіз. И барам прикинь, темекіні таппаймын ғой, короче. Сөйтіп темекіні таппаймын, одан кейін сәл шыққан кезде бір Ақтаудың жігіттері тұр, танимын мен оларды ше, короче, әлі кейін білемін. Солар хахалап етіп, әрі бері үшін біртүрлі болып тұрды. Қастарына барып тұрып алам, маспын ғой, жігіттер темекі бар ма дейді. Жоқ, брат, сен лучше мынаны көрсе дейді. Сөйтіп қолыма үшін оратылған бірдеңені береді ғой, короче. Қағазға оратылған бірдеңе. Иә, не бұл деймін, короче. Көрсе, брат, вообще кайф бұл, темекіден де кайф дейді. Ана маған да бәрібір ғой, ананы ұстап алғам, жағызып беремін, короче. Жағызып беремін де ананы тартамын, өкпем қатты жөтелемін ғой ішімше. Мына жақ қышып кетеді ғой, короче. И сөйтіп анау не істеп алады да, и бір уақытта, короче, сушняққа магазинге кетіп қаламын мен ше. И бір кезде кетіп баратқанда, прикинь, жаяу кетіп баратырмын, примерно сол посвящение жақ қарағанда, енді дала қараңғы ғой, былайша айтқанда ше. И бір кезде анау нәрсе ойыма келеді ғой, короче. Бірінші сол шеккен кезде ойға енді қорқып кеткен кезде ойыма үшін полицейскийлар келеді, короче ше. Бірақ содан кейін жолаған жоқпын сол нәрсеге ше. Вообще біреуден темекі берсе алмайтын болдым ғой. В общем, сол еске келеді. И екінші қорқынышым еске келеді ғой, короче ше. Ана біреу айтып берген, маған просто қатты кайфқа кіріп кетсең, көзің пердесі ашылып кетеді деп ше, короче. Сондай бірдеңелерді айтып бергенде, и менде ана ойда бір нәрсе бар, көздің пердесі ашылып кетсе не болады деп ше, короче. И бір кезде сол ашылып кете ма, или менің фантазиям ба бір бәле болады ғой. Мен кетіп баратырмын, и ағаш тұр, сол ағаштың шет жағында бір кемпір тұр ғой, прикинь. Тазарып саған қарап тұр ғой. Түнде ма? Қозғалмайды, кәм, анау өшім былай жарты бетімен тұрып алған ғой, бүйтіп ағашта, короче ше. Былай ма типа? Иә, мен ананы көріп баратырмын да, прикинь, болғаннан қарауға желание жоқ қой маған ше. Андай фантазиям, я Аллам кешіре көрші, екінші істемеймін, екінші қымызға да жоламаймын. Сөйлеп кетіп баратырмын ғой, миым істеп тұршы мен, короче ше. Кетіп баратырмын, анау еще мен кетіп баратырмын да, анау көзім шетімен бүйтіп сезесің ғой примерно. Анау бүйтіп былай бұрылады да, как будто бы жесть болса. Сол бұрылып баратқан сияқты. Анау кемпір ғой, короче ше. Мен бірақ қандай, былайша айтқанда өшім андай обычный кемпір емес та, анау ше. Киімі жыртық өшім андай бір жиіркенішті біреу. Мыстан сияқты біреу ғой, анау ше. Еба, анау тығып қоғамдан жақтан. Сөйтіп өшім ары қарай барам, сөйтіп мен бір қыз шығарып салуым керек болған, короче ше. Ойда бірақ нәрсе ананы ойлап тұрмын, екінші полицейскийлар ойлап тұрмын, мәка не болады екен деп ше. И қараймын, бір кезде ана жақта үлкен бір экран жанып тұр ғой. Реклама тұрды ана жерден ше. Анау көзім күйдіріп, көзінен түтін шығып жатыр ғой, короче. И андай слухпен ар жақта бір алыс жақта көзім несімен көріп тұрмын примерно ше. Сол жақта гитарада біреу өлең айтып отыр, соны естіп отырмын ғой, прикинь. Прям құлағыммен қатты ше кәдімгі. И сөйтіп үйге қарай барам. Үйге қарай барған соң, ол жақта андай қатты қорқынышты болған жоқ. Bir дос балам күледі, түрі Микки Маусқа ұқсайды, короче, ананы ше. Сондай қылып елестейді да маған ше. Бәй, екінші күн тұрдым да аналарды іздеп, ана балаларды ше. Қуасыңдар ма нахуй, немене беріп жүргенсіңдер, далбойсыңдар ма деп.
сондай нәрсе болған. Сөйтіп екінші жол алмайтындай болдым. Ана прям ана состояниеден тез шықсам екен деген сияқты ше. Машинада отырып түкіргем, тоже елестеген. Анау водитель былай сияқты, короче, кетіп бара жатыр, мен отырмын, қорқып отырмын, короче ше. Ана апа артынан келе жатқан жоқ па деп бүйтіп қараймын, бірақ жоқ ше, фантазиямда ше. Бүйтіп отырмын, анау бір кезде таксист бүйтіп деп істеп отыр да, короче, ана басы қытырлап артқа қарай бұрылып жатқан сияқты. Сөйтіп істеп жатқан бір уақытында, короче, бүйтіп басым түсірем, көтерген кезде бүйтіп қарасам, погон тұрған аяғында, прикинь. Қорқ, уже милицейский машинада отырмау дедің ғой примерно. Андай енді может елестеп таксист болып көрінген шығар маған деп қараймын, қолымда наручник емес па, наручник па деп ше. Машинаның цветін қараймын, қара түс, короче, бүйтіп қараймын. Ана отыр бір кезде бүйтіп андай неге қарайды да, оны сезіп тұрмын мен ше, көріп тұрмын ол неге қараған. И бір кезде отырмын, қайттан басым түсіремін, қайттан басым көтерсем, маған қарап тұрған ау ше. Түкірші бауырым дейді ғой, прикинь. Ана жақта сөйтсем, ана мен фантазиям екен ғой, прикинь, басым түсіріп тура таксидің ішіне түкіремін ғой, короче. Басым көтерсем, анау бүйтіп қарайды ғой біртүрлі. Не істеп жатсың бауырым? Погон ештеңе жоқ болып кеткен ғой, прикинь. Мощный зат беріп жүрген ғой, соны негізі болады брат сондай. Бізге помнишь бір бала келді ғой, сен танисың, фотограф бала, шашы бұйра. Деген бала ше. Білем ғой. Сол не істеген ғой тоже. Айтты ғой. Айтты ғой. Анандай. Сондай бірден не көрдім деді ғой. Ана жақты көрдім деді ма, бірдеңені көрдім деді ғой. Ол бірақ айтпады ғой. Жанындағы бала күліп, андай серьезный отырған бала бүйтіп күліп маған қарай бүйтіп қарап кетті деді ма. Сосын андай бірдеңе бар екен ше. Сендерге совет, короче, ана сендер шегесіңдер ма негізі? Жоқ. Темекі шекпейсіңдер ба вообще? Жоқ, темекі шегеміз. Ішпейміз. Сосын не істемейміз болды. Темекі шегесіңдер Тек қана иә. Короче, андай көшеде болады ғой адамдар. Темекі сұрап қаласың ғой, темекі шеккен тұрады. Сол кезде құлағында тұратын темекі бар ғой, соны бүйтіп береді ғой. Вообще алмау керек екен. Вообще. Бірақ бір-ақ штук қалды, шеге сал дейді ғой. Болмаса просто сен жолдас балаларыңмен тұру мүмкін, незнакомый адамдармен тұру мүмкін ше. Саған предлагать ету мүмкін да, шегесің ба, брат, бір-ақ штук қалды деп ше. Құлағындағысын бүйтіп алып береді да. Короче, сондайда бір туысқан бала көшеде кетіп бара жатқан кезде бір кісіден темекі сұраған ғой. Ана құлағындағы темегін берген ғой, шеге сал деп ше. Осы бір-ақ штук қалды деген. Сіз шексеңіз, екеуміз бөлісіп шеге берейік деген ғой, по очереди сөйтсе. Жо, мен шеге бер, менде үйде бір пачка бар деген. Ананы шеккен и не болып қалған ғой, инвалид болып қалған ғой. Құдай сақтасын. Короче, дуаланған. Дуаланған темекі. Ол қалай дуаланды, мына жерде туған? Темекі, брат, олар әтей қыстырып қояды ғой нерге. Ана негізі жындардың кітабы болады дейді ғой, Бәлі, том бар, брат, ритуал жасайтындары бар. Кәдімгідей мына киноларда бар ғой, білесіңдер ма, бүйтіп ортаға бүйтіп жұлдызша нәрсесі ортасына отырып, да бірдеңе оқиды свечалар ғой. Ол шын, брат, серьезно. Ол шын нәрсе. Еще андай бар екен, Құранда жын сүресі деген бар екен ғой. Бар. Соны 3 рет оқысаң, короче, көзің пердесі ашылады дейді уақытшаға. Құдай сақтасын, желанием қош кетті. Қойшы? Оны көп оқи беруге болмайды екен. Көп оқи беруге болмайды екен оны. Вообще. Бір-ақ рет оқы болып жетеді соны. Бірінші рет естіп тұрсың ба? Бар негізі бар соны. Мен де бірінші рет естіп тұрмын расында. Маған айтқан, мен медреседе оқыған боламын. Тұр. Негізі өтірік білді. Пердесін ашып тайды дегенге. Білмеймін, маған бір сөйтіп айтқан біреу. Медреседен қанша жыл оқыдың? Ол имам ба, ұстаз ба біреу айтты деймін. Мен 5 жыл оқыдым ғой, короче, примерно 3 жасымнан бастап. Или 4 жасымнан бастап. Достарыммен де солай таныстым, короче. Медреседе оқыдым. Бірақ менің ойымша андай қойшым. Баяғы кезде медреседе оқып не істеген балалар көбінесе бұзылатын сияқты өскен кезде ше. А бүйтіп наоборот, мен вообще медресеге дінге қатысы жоқ достарым бар ғой, солар дінге қазір жақын ғой, короче ше. Иә, негізі. Реально сондай ғой. Мысалы, мен қуып кеттім, мен бір дос балам бар, дінге вообще жақын емес. Ол қазір андай намаз оқып, беріліп, иә, ше. Сондай болады. Андай вообще не істемей, ту істетпей, былайша айтқанда ше. Иә. Сондай болады екен негізі. Сондай болады екен. Көбісі сондай болып кетті дейді ғой. Болып жүр ғой, көзіміздің алдында дос балалар бар ғой. Андай тема бола ма сендерде? Тұрып сондай рилс көресің, тұрып өзіңде. Бля, до конца көру керек деп ше. Болады. Қорқынышты құдайдан. Бірақ ол бар ғой, білмеймін не үшін екенін. Еще жазып тұрады, до конца көрмесең, с тобой что-то не так деп ше. Типа жын саған естірткізбей тұр, до конца тыңда деп ше. Сосын тұрасың да бір 15 секундтан кейін, машалла, сенде жын жоқ екен деп жазып жібереді. Негізі ол хайп қой, брат. Негізі хайп қой, иә. Просто оның авторын кім екенін білмейсің, орысша оның авторы, христиан шығар. Мен просто сондайларға сенбеймін де өткізіп жіберемін ше. Ал вот уағыз айтып отырған имамдар бар ғой, оларды тыңдаймын мен. Андайларды просто өткізіп жіберемін. Ол өзім еркім ғой, тыңдағым келе ма, мен 5 сағаттық аятыл күрсиді оқып қойып тыңдай беремін мысалы ше. Өзіңді оқи аласың ғой, жатқа білсең. Ай, бірақ
андай бір өкінішсіз бір қиын жағдай ұрынған кезде бірақ тыңдалады да олар ше түсіріледі. Иә. жығыла саласың. Басыңа қиындық түскен қызды құдайға жүгіресің дейді ғой. Құдайға жүгірмейсің. Анау жаңа бастырылып қалған содан бір күн бұрын ғой короче ше андай қатты қорықпай тұрып в общем түнге қарай жатырмын телефон қарап жатырмын ғой и андай үлкен зал ғой қап-қараңғы қорқасың ғой андай дәу залда жалғыз өзің жатуға ше и сөйтіп былай қиғашынан қойып қойды столды білесіңдер ме қонақ келген кезде сөйтіп жатырмын сөйтіп бір кезде түк 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 деп андай жаңбыр бірдеңе бүйтіп бірлеп жауып жатқан сияқты дауыс шығады да көңіл аудармаймын басында ше бірақ андай кішкене қорқыныш пайда болады короче ну андай маған андай сезім болатын как будто мені аналар ломать етуге тырысатын сияқты ше ана ішіме кіріп кетуге тырысатын сияқты ше мен бірақ психологически ма типа иә психологически өзім сөйтіп ойлайтынмын мен олар в ответ қорқытамын деп ойлайтынмын мен ше короче ше сондай бала кезден сондай бірдеңе қалыптасып кеткен защитный реакция менде жатырмын бір кезде анау прикинь стол и столдың арасымен біреу неуклюже жүгіріп өткен сияқты дауыс шығады короче тың анау кішкентай бір пәле ананы тиіп өткен сияқты дауыс шығады ғой әжем жанына барамын әжем жанында жатырмын да телефон қарап жатырмын ғой и бір кезде в общем үлкен дәретке шыққым келіп кетеді ауыл туалет деген в общем неде ауылдағы туалетті білесіңдер ма дәу ғой короче и бізде алыс еще терезеден бір қараймын в общем мына жақта бір туалет тұр мына жақта бір туалет тұр бірақ анау екіншісі қораның ар жағында да в общем ше в общем былай қарай короче қоралар короче и былай қарай в общем кукурузный поле сияқты бірдеңе короче ше андай ну огород погород үлкен қылып соғып тастаған короче ар жағында малдар бар мына қорада да малдар бар и мына жақта склад бар короче ну дәу территория ғой былайша айтқанда ше сөйтіп бір кезде в общем атын айтпай ақ қояйын бұрынғы қызыма звондаймын короче ше енді бұрында жүрген иә сонымен звондаймын ұят қоямын по-любому ше кішкене қорқып тұрмын деймін ғой сөйлесе тұрайыншы сенімен деймін ғой короче ше туалетке шығып келейін деймін үлкен дәретке шығып келмеймін кіші дәретке бірақ по-любому шыққым келіп тұр ғой короче ше қорыққаннан ба білмеймін тығылған сияқты сезімнен кейін ба сондай болып кетеді әжем жанында жатырмын сөйтіп шығамын и сыртқа қарай шығамын сол неге қарай туалет жаққа қарай барамын и бір кезде короче шаптырып тұрмын ғой сол кіші дәретке шығып жатырмын ғой и бір кезде прикинь телефонмен сөйлесіп тұрған кезде мына жағымнан біреу бүйтіп кәдімгі жүгіріп ұшып өткен сияқты болады ғой бір дауыс шығады ғой прикинь түк деп осылай қарай шығады ғой анау бүйтіп сөйлеп жатыр бір кезде тұрамын деп трубканы өшіремін и прикинь менде защитная реакция срабатывает короче былай қарай қараймын да соның артынан қарай жүгіре кетемін ғой прикинь ну бірінші қараған кезде былай көздері жанып қарап тұр ғой енді мен ол сиырлар деп қалдым басында ше енді бірақ сиырлардың көздері жанатын түнде жанбайды ну мысықтардікі жанбаса андай летучий мышьтікі жанады жоқ сөйтіп бір алты көздей қарап тұрғандай болды да маған ше и менде защитный реакция ойнайды да сөйтіп күлемін да сол жаққа қарай жүгіремін ғой прикинь құдай сақтасын андай жынды деп ойлап қалмасын мен ондай защитный реакция ғой барынша ше өз өзіме контроль жасап жатқан жоқпын ананы ұстап аламын сосын андай не істеймін деген сияқты ой ғой короче көт найрамын деген сияқты ше ойда бір ақ нәрсе олардан қорықпау керек деген типа нәрсе ғой не он за тобой охотится а ты за ним охотишься деп иә ананың артынан жүгіремін бір кезде сиырлар жаққа қарай жетемін ғой сиырлар жатырған жерде ше ештеңе жоқ прикинь сөйтіп ема не болып кетті мен қуып кеттім ба деп бүйтіп не істеп жатқан кезде ана жақта үй ғой қатты қорқып кетемін ғой прикинь андай ше өз өзімнен ше бір кез тұрады артынан шығады ғой сол дауыс прикинь бүйтіп тұрады да прям склад жаққа қарай жүгіреді ғой біреу тұрамын да оның артынан жүгіремін да бір кезде анау прикинь складтың есігі тут ашылады да паң жабылады ғой короче ше соны андай прям дауысын да естимін сәл көріп те үлгеремін ғой короче и барамын складтың есігін басамын құлыпқа жабылған ғой анау еба ана жақта көтім дірілдеп кеткен прям андай құлып бар ғой андай сондайға кілттеп кетіп қалған ғой біреу короче бірақ анау есік ашылып жабылғанда короче ше и мына жақта терезе тұр мен бір кезде күлемін да прикинь анаған қарай барамын да че там ұстай алмай қалады деп ойладым ба не деп ше короче андай мен жындардан қорықпаймын деген сияқты бүйтіп анау сәл жарық жанып тұр ар жақтан анау терезе қойшым ше сол терезеге бүйтіп күліп жақындаймын ғой прикинь ананы көремін деп ойлағанмын ғой ананың ішінен ше көремін да прикинь өзім отражениемді көремін да конкретно қорқып кетемін ғой көзім жүгіріп тұр ғой прикинь туда сюда ше еба ана жақта ну хотя бы сол кезде үй жаққа қарай жақын болдым ше еба резко басымды аламын да үйге қарай жүгіремін ғой ебана екінші күні әжелерім ей сен дуаланғансың ба сен бала немене бәле деп бір бәле деп екінші күні залға жатып айтты қой ондай нәрселер болмайды деп бірақ сондай әжелерім де кезінде сондай тапчанда жатып көшім бір тапчан болған бізде ше сол ескі үй ғой ана жақ көшім бұрында бір рестердің кезінен сол тапчаннан анау мынау дауыстарды еститін крышасынан ше өздері де айтып отыратын ұйықтап жатқан кезде түсімізге әулиелер келетін кісілер келетін деп ше сондай болатын и сөйтіп мен де түсіме біраз короче не кірген короче ол кезде в общем енді шыны керек бірінші курста қатты қуып кетемін ғой мен сабаққа бармаймын енді алматының вайбы ғой короче ше астанада түзіп жүретінмін мен осы алматының вайбы әрі-бері балалармен тусовка барасың короче қымыздатасың бүйтесің сөйтесің короче ішесің и бір күні сол жер сілкінісі болып жүрген кездерде бір күні тус етуге барамыз ғой балалармен ше
и үйге қарай барам бірінші күн, короче, ұйықтап қалам, короче, и түсімде, короче, өзімнің жақындарым, в общем, бастары мыжырылып жатқан, прям реалистичный түс көремін ғой, прикинь. Барам, өліп қалған ғой олар, короче, үстілерін мышып салған, короче, прям ананы ашып жылап жатырмын ғой, мен көтере алмай жатырмын ана нәрселерді, короче. И екінші күні, жоқ, екінші күні емес, қателеспесем, бір 3-4 күн өткеннен кейін сол примерно бір күн ұйықтап қалам, тағы сондай кеп балалармен демалып келіп ұйықтап қалам ғой, үйге келіп ұйықтап қалам, бір кезде түсіме аппақ бір кісі кіреді ғой, короче. Ей Мұхаммед, сол нәрсе есімде, короче, сен пайғамбардың несі емес па, не былықтырып жүрсің, анау мынау, ну конец близок деген сияқты айтады ғой маған. Ну примерно өмір бітеді бір күні деп ше. Ну жақындап қалды сондай уақытқа уже. Аян беріліп жатыр ма саған? Білмеймін, аян ба аян емес па, может қорыққаннан шығар, может өзім фантазиям түсім сөйтіп берген шығар конкретно. Бірақ енді түсім сөйтіп бергенін қалай айтайын негізі ше. Андай аяндығым қалайды. Ну например, уақыт аз қалды деген ше. Конец скоро близок па, короче. Иә, сөйтіп айтады ғой, короче, маған уақытың аз қалды, есің жина дейді. Анау түсімнен оянамын, жылап жатырмын, терлеп кеткенмін ғой, короче, прикинь. Соны барып дос балаларыма айтамын, бүйтем сөйтіп. Сол кезде біраз уақытқа дейін қойып кеттім ғой, короче. Қазір анда-санда барып қымыз ішіп қоямын балалармен. Мақсат бар. Негізі сенесіңдер ма? Ол не, брат? Көріпкелдерге. Көріпкел деген не? Негізі арқасы бар дейтін кісіге сенетін, бірақ болашақ болжайды. Олар негізі көріпкелдер адамға болашақ болжаған кезде очень былай дейді ғой, короче, бір 100 жыл бір-бірінің үстіне мінеді дейді, короче. Ең соңғы жын бүйтіп қарап үлгеріп. Это көріпкелсіз ба? Иә, короче, который будущее предсказывает. Болды. Негізі сенуге болмайды дейді, Құдай сақтасын, ол діннен шығып кетесің ғой оларға сенсеңші. Андай вообще болмайды олар сенуге. Мынандай жағдай болады. Астанада жүріп қойышым, досым атын айтпай ақ қояйын. Кәдімгі бала кезінен өскен роднойларым ғой. Бір кезде бір дос балам магазинге кіреді да, короче, енді анау магазинші қызды сындыра алмай тұр да. Бір кемпір ғой, короче. Сол бірдеңе алып жатыр, короче, магазинші. Анаған подкаст етіп тұрған дос баламшы, біз сыртта тұрық барлығымшы. Бір кезде анау артына қарайды да, не ты будешь его мужем, ты скоро умрешь, бір бәле, ты в тюрьму садишь дейді ғой, короче, прикинь, анаған қарапшы. Я твое будущее вижу дейді ғой, мен дос баламашы. Дос балам боқтап жүрген ғой жақта, қуасыз ба, анау деп. Сыртқа қарай шығып бізге айтады ғой, короче, бір көріп келіп, прикиньте, маған скоро түрмеге отырып кетесің деп жатыр, анау. Сосын сұрайды ғой, и как я в тюрьму сажу, тебя друзья подставят, бір бәле деп айтқан ғой, прикинь. Сол дос балам, короче, ана қызық қойған, қатты неверующий дос балам ғой, короче, анау өшім айтамыз ғой, қуасың ғой, көріп келдір үйді жолап болашағын болжатуға болмайды деп ше. Анау барады, анаған барып примерно қолын ұстағанда, сенің болашағың жарқын, сен қатты қиналасың. Скоро сен өшім екі әйелің болады, біріншісі екі қабат болады, сен оған аборт жасатасың, екіншісіне нормально үйленесің, нормально отбасы болып кетесің, кәсіпкер боласың деген ғой, короче. И сөйтіп анау, төшім балалармен хахалау етіп жүр ғой, короче, нормально қуасың, анау мынау, сен айта береді, сен вообще несің, бір шарың жетпейді, сен адам болмайсың ғой деп ше, короче, прикол ұстап жүр. Мен осы Алматыдан бір кезде маған балалар звондайды ғой, прикинь, анау дос баламның қазіргі қызы көтеріп қалған, короче. Қызы ол әйел емес қой әлі. Қызы ғой. Қызы несовершеннолетняя ғой, короче. Сол көтеріп қалған, екі қабат болды. 17-те ме, 16-та ма? Примерно сондай ғой. Жасын айтпай ақ қойын, бірақ несовершеннолетняя ғой, короче. 17 жыл. Сондай болған, екі қабат болып қалған, короче. Аборт жасатқан, короче. Ұят болмасын, бүйтпесін деп заявление ештеңе жазбаған, аборт жасатқан просто. Прикинь, ананың историясы анаған дәл келіп отыр ғой, короче. Анау түрмеге отырады деген дос болған. Отырмады ма? Ну, әлі отырған жоқ, ол күтесіздер. Иә, ол андай ғой, бірақ кішкене схожеспен келіп жатқан сияқты да, ол дос балам бізбен қатты араласпайды. Ол қазір біздің районда бір балалар бар, біреу отырып кетті, педофилияға отырып кетті, короче, солардың кругында. Сол кругпен араласып кетті, короче, ана дос балам. Кішкене былайша айтқанда қуған круг қонаушы, короче. Барады, біреу пышақтай салады, бүйте салады, короче. Сондай кругпен араласып бастап кетті деп естідім, короче. Сол дос балам. Біздің балалармен қатты араласып жүрген жоқ дейді. Ну, андай оған сенсең орындалады дейді негізі, сенбесең орындалмайды дейді, короче. Маған да бірақ айтқан бұрында нумерологтар, нормально олар нумерологтар сенуге бола ма? Психолог, нумеролог деген бір ғой негізі. Психологқа сенуге болады енді. Психолог ол өзінің жұмысы болсын, көріп. Психолог это уже больше наука сияқты ғой, типа. Типа сен успокоить етеді, ішіңдегін шығарасың, алдында отырып просто айтасың. Иә, бірақ олар да айтқанын істеткізеді ғой. Қара, гороскопқа сенбеші дейді да, сенуге болмайды дейді да. Капец ұқсайды. Бірақ оқысаң өзің туралы айтып береді. Капец ұқсайды. Қалай ол дейсің да? Тура анда мінезіңнің бәрін айтып береді негізінше. Бірақ мен нумеролог маған жақсы нәрсе айтты негізі. Сен бай боласың дейді, мұңайға жақынсың дейді де ғой. Оған сене беруге болады шығар, по идее, жақсы нәрсе. Жақсыға сенсейші, брат, болды. Жақсы. Өзіңе сенсей, сен оған біреуге не сенсей. Жаман нәрсе айтса тыңдамай ақ қой вообще. Құрметті көрермендер, бізде
бүгінге енді 10-шы шығарылым осымен тәмам. Келесі выпусктар алда шығады, тек күтеміз. Төзім керек, шыдамдылық керек деген сияқты кішкене күтеміз. Енді ол жақтарын 11-ші выпуск, дальше 15-ші выпускқа дейін шығады осындай қорқынышты историялар. Сіздермен бірге болған Еркін Сөйлеп подкаст каналы бізде қонақта. Сарбала Мұхамбет және Мақсат. Рахмет жігіттер келіп историяларын бөліп жатқандарына. Жоқ, Құрметті көрермендер, бізге подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Бізде түсірімдер алда уақытта болады. қашан шығады, примерно? Ертең арғы. Ертең кешке де шығып. Ертең кешке де шығып кетуі мүмкін. Бүгін монтаждалады. Жақсы. Қанша сағат болды екен, примерно? 1 сағат ұрғына болды. Монтажға кім отвечать етеді? Екеуміз. Мына жігіт отвечать етеді. Қандай?